Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар, сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектепке дейінгі білім берудегі ұлттық мәдени құндылықтар пәнінен екінші лекциямызды бастаймыз. Екінші лекциямыздың тақырыбы халық педагогикасының ғылыми теориялық негізі. Осы тақырып аясында біз төмендегі дүниелерді қарастырамыз. Бірінші, халық педагогикасындағы тәрбие факторы, екінші, халық педагогикасындағы тәрбие қағидалары, үшінші, халықтық педагогикадағы тәрбиенің әдістері, төртінші, халықтық тәрбие берудің құралдары. Қазақ халқы арнайы бала тәрбиесімен айналысатын қоғамдық орындары болмаса да, өз ұрпағын бесікте жатқан кезінен бастап, ақ өлең, жыр, яғни халық ауыз әдебиетінің үлгілері арқылы, салт дәстүрлеріміз арқылы тәрбиелеп отырған. Бала аяғын жерге нық басқаннан қоршаған ортаның құпиясын ғылыми тұрғыда сезініп білмесе де, жапан түзде жолсыз жерлермен жұлдыздарға, түрлі белгілерге қарап, жол тауып қаршадайынан есту, көру сезімдері шынығып, алыстағыны болжайтын, жоғалғанды табатын, іс-шілде құралайды көзге атып түсіретін мергенде болған. Енді біз өзіміздің мазмұнымыздағы мәселелер бойынша бірінші мәселеге тоқталар болсақ, яғни халық педагогикасындағы бала дамуының ықпал ететін тәрбие факторлары. Бұл бірінші әрине табиғат, оның әрбір бөлігі тәрбиенің көзі болып табылады. Ол адамға көрінетін, көрінбейтін әсерлер арқылы беріледі. Халық табиғаттың тәрбиелік әсерін поэзия тілімен бейнелеген. Табиғат халықтық тәрбиенің қозғаушы күштері, жетілген адам тұлғасы жайлы түсінікті туғызушы факторлардың бірі болып табылады. Табиғаттың ықпалы педагогикалық процеске саналылық элементті енгізді, жетілу жайлы ойды кеңейтті, нәтижесінде кемелдену ұғымы туды. Екінші тәрбие факторы бұл әрине тіл. Ана тілі, ол тәрбиенің басты құралы, ұлттық сананың қалыптастырушысы, дамытудың негізі. Өнер алды қызыл тіл деп ұққан ата-бабамыз от тілді, орақ ауызды ділмәр шешендердің өсиет сөздерін табан аузында тақпақтап айтқан мақал мәтел афоризм сөздері мен ақындар термесі толғауларын жазу сызусыз жаттап, жадында сақтап, қас қалпында біздің дәуірімізге жеткізген. Оның себебі аталы сөздердің өміршеңдігінде жатыр. Асыл сөздің қоғамдағы тәрбиелік мәніне ертеден ерекше назар аударып, ақылдың көзі аталар сөзі деп ұққан бабаларымыз сөйлеу білуді өлмес өнер деп, асыл мұра деп бағалаған әрқашанда. Үшінші тәрбие факторы бұл дін болып табылады. Халық дінді ерекше пайдаланған, себебі ол арқылы адамның бойына ізгілік қасиеттерді қалыптастыру өте қолайлы. Қазіргі таңда діннің тәрбиелік жөні рөлінде сан алуан еңбектер, сан алуан ғылыми зерттеу жұмыстары, сонымен қатар баспасөз беттерінде де мақалалар жарияланып жатыр. Оның құндылығы, маңыздылығы, өзіндік ерекшеліктері жайында бұл да әрине тәрбие факторы болып табылады. Арын өзінің 5 анық еңбегінде осы тәрбие факторы бойынша ерекше атап өткен. Екінші қарастыратын мәселе бұл халық педагогикасындағы тәрбие қағидалары. Халықта адамды тәрбиелеуде ғасырлар бойы қалыптасқан қағидалар жиынтығы бар. Қалиева өзінің еңбегінде халық педагогикасының негізгі тәрбие қағидаларын және оны басшылыққа алу қажеттігін атап өткен. Оған келер болсақ, бірінші, келер ұрпақтың ақылды, намысқор, арлы, өміршең азамат болып өсуін тілеу, халық мектебінің есігі сәбидің алғаш дүниеге келген күннен бастап айқара ашылады. Ол белгілі мақсат тілекпен байланысты туындайды. Екінші, баланы жастайынан еңбек сүйгіш, елгезек азамат етіп тәрбиелеу, еңбек қағидаларын жастардың бойына сіңіру, отбасындағы еңбектің қарапайым түрлерінен басталып, қоғамдық маңызды істермен ұштасқан.
Үшінші, рухани материалдық байлықтың тәрбиенің негізін жеке бастың, яғни тәннің саулығына байланысты қарастырған. Төртінші, адамгершілік қасиеттерді баланың бойына дарыту, ізгілікке, имандылыққа, адалдыққа тәрбиелеу, ар-ожданды қастерлеуді түсіндірген. Бесінші, гуманизм мен патриотизм халықтық тәрбие қағидаларының бастыларының бірі болып табылады. Алтыншы, елді жерді қорғайтын, еңбек ететін азамат болу үшін баланы физикалық тұрғыдан жаттықтыру, яғни дене шынықтыру қағидалары. Жетінші, тіршіліктің тұтқасы, өмірдің шамшырағы, өнер мен ғылым деп түсінген халқымыз жастарға өнерлі өлмейді, білегі жуан бірді жығады, білімі жуан мыңды жығады, білім таусылмас кен, өнер өлмес мұра дегенді насихаттап, халық ауыз әдебиетінің мұраларын ұсынып отырған. Сегізінші, адам өмірі мәңгі табиғат құшағында өтетін болғандықтан, ата-бабамыз өз ұрпағын ағаш бесіктен жер бесікке жеткенше, яғни қоршаған ортаны, табиғатты қадірлеуді, қастерлеуді айтып отырған. Халықтық педагогиканың тәрбие әдістеріне келер болсақ, қазақ халқы әрқашанда өз ұрпағын, өз балаларын қазақ халқының салт дәстүрлерімен байланыстыра отырып тәрбиелеген. Қазақ халқында бала тәрбиесінде үлгі-өнеге көрсету, үйрету, түсіндіру, ырым ету, тілектестік білдіру, ескерту, бата беру, ымдау, қолдау, ақыл кеңес беру, жаратпау, ұрсу, қорқыту, қарғау секілді тәрбие әдістері бар. Қазақ халқы өте ырымшыл халық, яғни ырым арқылы да, тыйым сөз арқылы да балаларын тәрбиелеп отырған. Қазақ халқы үшін батаның орны өте ерекше. Әрқашанда қазақ баласына оң бата беріп, баласының әрқашанда жолын ашуға тырысқан. Жалпы бата арабтың фатеке деген сөзінен шыққан, адам баласына жақсылық ойлау, оған тілек айту, қазақ халқының дінге байланыссыз алғашқы қауымнан қалыптасқан дәстүрі. Тілек батаның ұсыныс түрі, яғни жақсылық ниетпен айтылып, жеке адамды адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелейді, қуантып, құлшындырады, алға бастап арман биігіне көтереді. Ырымға келер болсақ, жоғарыда айтқандай, қазақ халқы өте ырымшыл халық, осы ырым арқылы, тыйым сөз арқылы балаларын тәрбиелеп отырған. Ырым ұрпақ тәрбиесінде алатын ерекшелігі, жас жеткіншектерді есті, адал, еңбекқор, парасатты болсын деген үмітпен ата-баба тәлім тәрбиесін әрқашан мұра тұтып келген және оны талап етіп отырған. Енді халықтық тәрбие берудегі құралдарға келер болсақ, халық тәрбие құралдарының негізгісі бұл ұлттық өнер болып табылады. Қазақтың ұлттық өнер құралдары деп бірнеше ғасырдан бері халықпен жасасып, қалыптасып келе жатқан, бала тәрбиесіне ықпал ететін халықтың салт дәстүрі, әдет ғұрыптарынан туындаған халық даналығының жиынтығын айтамыз. Олар яғни халықтың музыка өнері, халықтың сәндік қолданбалы өнері, халықтың би өнері, яғни сонымен қатар халықтың ұлттық ойындары. Осы ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық мәдениетіміз арқылы балаларды тәрбиелеп, жақсылыққа, адамгершілікке, ізгілікке шақырып отырған. Қорыта айтқанда, жалпы қазақ халқымыз әрқашанда дана халық болып табылған. Яғни баланы жастайынан, яғни кішкентай кезінен бастап бесік жыры арқылы тәрбиелеп, қазақтың түрлі ырым жоралғылары, салт дәстүрлері, музыкалық өнерлері, ұлттық ойындары арқылы тәрбиелеп отырған. Осы тақырып төңірегінде сіздер төмендегі әдебиеттерді пайдалана аласыздар және де қосымша мәліметтер ала аласыздар. Құрметті студенттер, екінші лекцияны тыңдағандарыңызға рахмет.